Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 23-ші сабақ. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бүгінгі тақырыбымыз буын. Бірінші жаттығу. Тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжа. Өлеңді тыңда. Отаным. Қар жапқан шыңдарын, тәкаппар таулары, күн сүйіп құм жалын, жайқалған баулары. Аялап таң нұры, төгеді шапағын. Осының барлығы туған жер отаным. Балалар, шапақ дегеніміз күннің сәулесін айтады екен. Өлеңнің соңғы екі жолын көшіріп жаз. Және өлеңде не туралы айтылған екен балалар? Отаным өлеңінде әркімнің өзінің туған жері, өсіп өнген жері, туған жер туралы айтылған екен. Олардың таулары, шыңдары туралы айтылған екен, иә балалар? Әркімнің өзінің туып өскен жері бар. Мысалы, сенің де өзіңнің туып өскен қалаң, үйің, ортаң бар. Сол сияқты барлығының да туып өскен жері бар екен балалар. Екінші жаттығу. Сызбадағы буындардан жұмбақ құрап жаз, шешуін тап дейді. Жұмбақ құрайық. Көк жүзінде көк жолақ, қойды екен оны кім бояп? Жауабы кемпірқосақ екен балалар. Келесі үшінші жаттығу. Алатау сөзіндегі әріптерден бірнеше сөз жасап айт дейді. Ала, ал, тау деген сөздерді құрастыруға болады екен балалар.